машинадан тұрады да сука дейді да. Неге қойшы дейді ғой. Не ұнамайды сендерге? Сен ой жоқ десең құрисың. Сондықтан бір-бірімізді тыңдай білейік. Байгайс жобасы ешқандай биліктің проектісі емес, финансирование өтпейді сендерге. Қазақстанның президенті грубо. Биліктің пропагандасын бюджеттен бөлінеді жар ақша деп ойлаймын енді мен. Әкім шақырса барайын. Түсірдің болында қабырға кетіп жатыр. Ана жердің әгі түсіп қалған, есіктердің өзі дұрыс жабылмайды, бит барып жабасың деген сияқты. Bir күн анау құлайды акимат. Біреу өледі, сосын барады да неден бір акимат салады. Мәке. Қош келдің. Қош көрдік. Мынау мысалы басында басталған пародия, одан кейін фильмдерге түсірілген пародиялар, одан кейін өздерінің сериалдарын, тағысын тағы. Барлығында 3 түрлі кейіпкер. Жалғас шал секілді, Бәкең кішкене тупойлау качок, Мәкең хитрый. Бұл сендердің табиғи өздерінің характерлеріңе ұқсатып, яғни қалай таңдалды бұл нәрсе? Мен мынау болам деп таңдап алды ма, жоқ әлде шын мәнінде өмірде кішкене ұқсайтын жерлер бар ма? Енді кейде енді бір асыра сілтеп ойнап жүреміз біз кейбір нәрселерді, бірақ енді өзіңнің табиғатыңа келетін дүние болғаннан кейін өзіңе ыңғайлап жазып аласың да. Ол бір жақсы жері, мысалы енді үшеумізді бір-біріміздің датаға былайша айтқанда енді грубо осырымыздың есін білеміз ғой негізінде ше. Тауып аласың. Я уже біліп аласың, сен бірден жазылсың, общий жазып атасың, иногда в основном бізде жалғас жазып кетті. Біз по эпизодник жазамын, мына жерде мынандай болсын, мына жерде мынандай шутка айтайын мен, бірдеңе, ал қалған полдың жалғас өзі жазып құрап береді. Ол уже оған простой жұмыс сияқты болып қалған ғой. Үстесінде сен оны съемка кезінде өзіміз әсерлеп, одан да күшті істеп аламыз дейміз да, сөйтіп кетеді. Андай нақты сен тупой боласың, сен андай боласың, сен андай боласың емес. Иногда выпускта үшеуміз 3 түрлі болу мақсатында ғана сондай кездер болып тұрады. Мен де басқа да біздің бір пирамида дейтін ба, енді күлдірмейтін сериалымыз болды. Сол жерде кәдімгі аңқау баланың рөлін мен ойнағам, ауылдың баласы бірдеңе деген сияқты. Хитрыйлау жалғас болған дейтін нәрселер бар. Негізінде кішкене табиғатымызға келеді ондай нәрселер ше. Бірақ оны былайша асыра сілтеп ойнаймыз дейсіңдер ғой. Ойнаймыз. Енді тупой болғанда Бағжанды мен тупой деп вообще ойламаймын өмірде. Жоқ енді вообще образы сондай. Өзіңнің ішіңде кішкене бар сондай бір адамдар. В основном адамдарға қарайсың ғой негізі. Мысалы көп орталарда боласың, үлкен кісілердің қалай сөйлеп жатқаны, бастықтың алдында бірдеңе, университетте басқа жерлерде жұмыс істегеннен кейін сен көресің. Бүйтіп сөйлейтін кісілер болады дейсің де, сол кісінің бір элементін алып аласың, анан тағы бірдеңесін алып аласың, сөйтесің да бір сондай бір адам жасап шығарасың ғой. 2026 басталғалы бері жалпы YouTube каналда мен қарап шықтым. Бір 3 қана видео болып тұр. Бұл не творческалық құлдырау ма, жоқ әлде неден болып тұр? 2026-дан бері 3 выпуск шыққан ғой әсінде. Яғни 6 айда 3 выпуск 2 айда бір рет шығып отырған. Мен ойладым, жігіттерде не болды екен? Ол енді мынандай нәрселер болды. Әркімде енді әртүрлі жұмыстар болып қалады, кейде всегда бірге жүре бермейсің ғой. Реклама кейде болмай қалады деген сияқты. Мысалы былай болады. Қазір мысалы осы подкасттың өзінде қанша дайындық болды, мысалы оны көрермен ар жағында отырып біле бермейді ғой. Оның шығыны бар деген сияқты. Біз енді солай байгайстан қылып түсіріп жүрдік. Біз андай жайдармандарға бардық, бірдеңелер жүргізу, сосын өзіміздің Ол махаббат дейтін жобамыз болды. Көрермен. Бізде мынандай екен. Біз тек YouTube-пен ғана шектелеміз екен да. Мысалға біз YouTube-қа выпуск түсіреміз, адамдар комментарийға ойын жазады, біз сол жайлы ойымызды оқып, ойымызды түзеп, яғни былай жүрсек дұрыс болады екен деген сияқты. Бізде живой не жоқ. Көрерменмен кездесу жоқ. Содан кейін осындай Ол махаббат дейтін жоба жасадық. Солай болды, білмеймін, бір кішігірім шаршақ қалдық екен. Енді шаршақ қалдық деуге келмейді, бірақ сондай болып қалды. Енді қазір осы қайтадан бүйтіп, болды жиналайық жігіттер, біздің аяқтағы 600 мыңнан аса оқырманымыз бар YouTube-та. Олар да күтеді ғой, басқа қылады деген сияқты. Не бір вайн түсірмейміз екен, не бір ештеңе істеп жатқан жоқпыз екен, ол жиналайық деп. Оның ешқандай бір себебі жоқ негізі, бағана бір енді бір
примерно себептер ғой жаңағы реклама тағы бірдеңе халықпен кездесу бірдеңе дейтін нәрсе. Мысалы сенде түсіргеннен кейін ол қанша уақыт, яғни айтқым келіп отқан ол ұзақ процесс па? Сен яғни сендерде дайын тұрған материалдар бар ма қазір? Және де жалпы түсірілімге қанша уақыт кетеді салынам дегенше? Бұл енді онда мысалға біз алғаш YouTube-қа түсіріп бастап жүрген кезде біз бір күнде жазып, мысалы бір күнде онда азаннан түске дейін жазып, түстен кешке дейін түсіріп, кешкісін уже YouTube-қа салып тастайтынбыз. Бір күнде. Иә, ол енді жаңағыда аш кез. Иә, ештеңеге қарамайсың. Ол енді қазір тойдық деген әңгіме емес, бірақ жаңағындай атып кетсе, одан сайын тоқтамау ғой. Енді ол кезде біздің жұмысымыз бар еді. Мен мысалы университетте жұмыс істеймін, жалғас бір колледжде жұмыс істейді, Бағжан Тастақта грузчик деген сияқты. Сол үшеуміз сөйтіп қосылып бір күнде істеп тастап, қайтадан ертесі күні өзіміздің жұмысымызға кетеміз. Екі күннен қайтадан жиналамыз деген сияқты. Енді қазір ол енді түсіргеннен кейін ол кезде боя дейтін петличка болған, звук жазатын, камерада бір қатты емес, бірақ оған қарап отқан жоқ, бірақ бізге өсім керек болды. Бір тұр неде қалып қалмайық. Сондықтан өсім керек болатын болса, ол кезде кішкене шығын да көбейеді. Одан кейін саған деген сен жазып жатқан дүниеңде бір дұрысырақ нәрсе істегің келеді деген сияқты. Қазір мысалға қазір бұрынғымен салыстырсаң бізде бір 10 күн сценарий жазылады, 2 күн түсіріледі, бір апта монтаждалады. Бір айдың негізі бір айда 2 выпуск түсіріп болады. Негізінде қазір бағана сұрап отырсыз, дайын дүниелер бар ма? Бізде дайын дүние қазір жоқ. Мысалға жақында Түркістанға барып түсіріп келдік. Сол бір выпуск қана тұр. Ал егер мысалға мынандай үлкен бір компаниялар шығатын болса, мысалы 5 серия, 10 серияға шығатын болса, онда иә, жаңағыдай бір ай жазып, одан кейін соны бір ай түсіріп, одан кейін сонда ай сайын бір 2-3 шығарып отырсаң, хотя бы сонда 2 айға 3 айға сенде материал болады. Бізде қазір ондай мүмкіндік жоқ. Біз таза қалай бар, солай ұрып жатырық. Негізінде қазір бір дайын тұрған дүние жоқ. Ал мынандай бар ма, кезінде сендер түсіріп, одан кейін монтаждан кейін маған ұнамады деп салмай қойған выпусктар? Көп болған бізде, бірақ енді бәрін шығардық біз, еңбек қой деп ше. Біз негізі осы Байгайстан дейтін сериалды түсірген кезде бірінші выпускты түсіріп, монтаждалған версиясын көріп, болды шығармаймыз дегенбіз негізі, вообще. Ұнаған жоқ бізге деп ше. Себебі? Күлкілі болмады дедің бе? Иә, бір жағынан күлкілі емес сияқты, бір жағынан ол енді мемлекет қылып алу дейтін нәрсе жоқ шығар енді ондай деген сияқты, үй ішінен үй тікті ма деген әңгіме бола ма енді көп қой енді қазір бір не нәрсе келінетінін білмейсің ғой. Сөйтіп тұрдық та жалғасып не істейміз, шығармай қоямыз, бәрі солай сияқты бірдеңе. Мен де иә деп баратынмын да, тоқта дедім, үшеуміз де бірдей иә десек болмайды, шығарайық, қызық болады сияқты деді. Сол кезде ғана қатты ойланғанбыз, кәдімгі не істейміз енді, шығармай қояқшы болып бір бәле анау не үшін түсірдік онда деймін, өзіміз көріп жату үшін түсірдік па, давай шығарайық та деп. Именно сол Байгайстан бірінші сериясы қазір бізде YouTube-та ең көп просмотр жинап тұрған негізінде. Негізі мысалы пародия бар, әртүрлі өздерінің ауылдан келген балалар жайлы не бар, сериалдар бар. Көбірек қай формат сендерге танымалдылықты берді? Пародия ғой, негізінде. О баста. О баста пародия болды. Мысалы пародия кезінде семен кәдімгідей жақсы көреді халық. Прямо деп өздерін көреді ғой. Мысалы өзімізде сонда бәріміз бір ортада шығып, біз просто кішкене түсіріп, кішкене танымал болып қойғаннан кейін, бірақ сол бәріміздің миымыз сондай болып тұрды. Содан кейін уже енді пародия қашан жасай бересің, өзіміздің бір дүниеміз болсын деп. Пирамиданы істеп көрдік, одан кейін Ауылбай дейтін сериал түсірдік. Басқа болды, бірақ енді фильмге байланысты. Фильм атпады. Иә. Біз білдік, сездік оны. Шығын қанша болды? Бұл былай болды ғой. Біз кино түсіреміз деп өзіміз 2023 жылы ма екен, ұмытып қалдым мен точно. 23, я 24 шығар. Біз көп ағалардың алдына бардық. Біз енді ол сферада толықтай кіріп білмеген, бізде просто жанып тұрған желание ғой бұл. Түсіреміз болды дейтін, ақша берсе болды, біз түсіреміз деп тұр қой, короче. Өз-өзімізді сеніп тұрып, көп елдің алдында жүрген бір-екі ағаларымыз бар, сол кісілермен де кездесіп, айтады, давай мен берейін дейді. Сен ұшатып тұрған сумма, мысалы 150 миллион теңге ма, берейін дейді. Взамен, мысалға, енді ол 2-3 бар ғой, атпай қалса не істейсіңдер дейді. Давай, там, хотя бы үй, машина бірдеңе болсын, жазып, доғыл жасайық. Ол кісінің айтып отыр дұрыс қой. Бізде дым жоқ, қондай іште. Гарантия не? Гарантия не дейді. Почкамызды берейік деп, ош маңдай.
түсінбеді, сөйтіп біраз уақытта киноны қоя тұрайық деді. Сосын тағы бір екі кісілермен істейтін болмай қалды. Соңында қазіргі Зер Синема дейтін Дархан Карипов, Бұхар Марат дейтін ағаларымыз бар. Таптым-ау сені жазған, Дариға Бадырхан біраз киносын жазған. Сол кісілермен сөйлесіп, сосын бір инвестор кісі шықты. Сол болатын болды деді. Сосын бізге айтты, давай былай келісейік. Сендер чисто түсесіңдер киноға. Чисто түсесіңдер. Актер. Актер ретінде түсесіңдер, сценарийға жоламайсыңдар. Кассаға жоламайсың. Кассаға, кассада бір келісімдер болды, бір процентмен, белгілі бір доля бар. Белгілі бір доляң бар. Соны хорошо дедік, сөйтіп біз енді осы киноның историясы, кино не жайлы деген нәрсені біз іздедік біраз. Біз басында президентке баратын бір идея болған. Президентке барады, үшеу ауылдың балалары, осындай. Соңында Ақордаға барады, либо кіреді президент мырзаға, либо кірмейді деген сияқты идея болды. Кейін ол енді болмайды, ондай нәрсе не қыласыңдар, керек емес деді. Жарайды деп оны қойдық. Сосын енді бізде қазақтарда супергеройлар жоқ екен деп мен ойларға келдік. Мынау күшті ғой деп сондай бір қалып кеткен еді. Одан тағы бір 2-3 айдан кейін болған оқиға, бір идеяны бірінші отырып қалағанбыз. Нет, осындай болса, мынандай болса, мынандай болса, сосын бір 4 айдан кейін сол кісі шығады. Содан кейін соған тоқталады бұл кісілер. Супергерой жайлы. Сөйтеміз да енді, давай онда ана пипец дейтін кино бар ғой. Сол сияқты болсын. Қалада болады, қазіргі телосложениемізбен жабыстырып киім тіккізейік. Қойық дедік біраз. Мысалы біреу сақалын управлять ете алады, там сақалын бүйте салады деген сияқты сақалмен. Енді хотя бы қызық бірдеңе істейік деп жүрдік, қаланың ішінде болады деді. Сонымен каким-то образом ауылда болатын болды. Локация ауысып кетті. Енді сценарийға байланысты болған шығар деді. Енді ауылда дегеннен кейін біз уже охой деп бастадық іштей. Қайтадан сол баяғы ауылға. Қайтадан ба не, ауылда біреу супергерой болып кейін жүре ма не дейтін сұрақтар болды. Бірақ енді іштей сеніп тұр. Оның үстіне енді бастап қойғаннан кейін, давай деп қойғаннан кейін сен отказ беріп тастауға, оның үстіне бізде уақыт тығыз прям. Бір аптадан съемка болады, может бірдеңе басталайын деп отыр. Ауылда болады, сценарий читка болады, оқимыз, да, осындай мәне деп қалдық енді өзіміз кішкірім. Енді бұл артқа қайтар жол жоқ. Атса атар, атпаса қояр дедік та. Съемка басталды, 11 күнде ме түсіріп тастадық. Ауылда Қайназар дейтін талғарда ауылда түсірдік. Мен Черновой вариантын көріп қоямын ғой. Неде біткеннен кейін, бәрібір 2 айдан кейін ба, 1 айдан кейін ба. Мен уже балалардың бәрі жан жақта жүр, балаларға сам жеге мынау. Короче, болмайды мынау. Не істейміз хотя бы там бірдеңе сатамыз. Өйткені енді ана кісілер бір инвестордан ақша алып қойған. Неме қанша сумма нақты кеткенін білмеймін, қанша кім қалай алған. Біз әйтеуір өзіміздің самый минимальный бір гонорарымыз алдық. Сендер үшін кино шықса болды деген. Кино шықса болды, бірақ енді өзің ойыңдағыдай болып тұрған жоқ қой. Ол жауды өз ұстап шықпаймен шөлі қанбайды деген нәрсе болды ғой. Тура сондай болды. Маркетингінде жүрік. Сонымен еще біз Ауру мен Зверополистің ортасында қалдық. Сонымен екі түйенің ортасында шыбын өліп, біздің кино түсіргенімізді көбісі несерьезно қабылдаған ғой. Көрермендерімізді. Мына натуре түсіріпті ғой кино деп жүр ғой, короче. Сөйтеміз дағы общий бір 100-ден асама бір бәле жинады. Сонымен енді не істейміз бірдеңе анау деп қалды, енді өзіміз жаман сезініп қалдық. Енді цифраларға байланысты, яғни біз келген қонақтардан сандарды сұрағанын жақсы көреміз. Ютубтан Байгайсқа жалпылама сендердің командаларыңа қанша айына ақша түседі бір выпустан? Монетизациядан ба? Монетизациядан ютубтың сендерге беретін, яғни оны кез келген адам былайша айтқан кезде есептей алады, немесе кез келген адам ол нәрсеге жете алады. Бізде мысалға ол жұмыс істегеніңе байланысты ғой ютубта. Мысалға сен бір айда андай бір алгоритмдар бар екен ғой, енді ұзақ болса, алғашқытағы бірдеңесін қараса деген сияқты. Сендер де, в принципе, ұзақтардың қатарына кіресіңдер. 30-дың үстінде ғой енді. 2 выпуск шығарсаң, бір айда? Бір айда. 2 миллиондай түседі шығар. Сондай түседі. Сендер де теңдей бөлісіз ба? Яғни үшеуінің араларында? Иә, енді андай ғой, ол монетизацияның ақшасын біз жаңа алып отқан офисіміз бар. Шығындар жабады, SMM-дер бар, Байгайстың бірдеңе қазір жүргізіп жатқан қыздар бар, солардың зарплатасы бар деген сияқты. Өзіміздің тағы бір кішігірім бір енді алыс берістер бар, сондайлармен кетеді. Иә, бірақ ал жарнама? Жарнамадан жарнамада өйткені мен мысалы 2026-дағының өзіне қарағанда жарнама өте аз болып кетті. Яғни біз қазір асында көбірек сияқты еді, бірақ ол кезде бір не болса соны жарнамалардың бірі болып кеткен секілді ол көрінді. Біз андай болатын ғой. Мысалға
500 мың теңгенің 4 рекламасын ала алатын кездер болады да. Шығынды жабу үшін жаңағы 4-ке бөліп тастайсың, сөйтіп кете береді. Кейіннен енді качествоға бірден жұмыс істегеннен кейін, енді қаралыммен есептесетін болсаң, миллионның үстінде қаралым жинап отыр. Қазір ондай өте аз деп азырақ қой енді. Азырақ, әрине. Сендер мысалы әр выпусктардың өздері топ сондай трендте тұратындардың бірі. Содан кейін, давай лучше сөйтпей, хотя бы миллионнан 2 реклама или 2 миллионнан 1 реклама алайық деген сияқты, сондай нәрсе. Яғни бір выпусқа жарнама 30 секундтық жарнама беру үшін сендерде 1 миллион теңге. Негізінде 2 миллион теңге. 2 миллион теңге. 30 секунд реклама. 30 секунд деп айтпаймыз біз, 1 минут 2 минут арасында. Сендер түсіресіңдер, өздерің түсесіңдер сол жерде. Либо басына, либо сюжеттің ішіне, оны өзі таңдайды. Сюжеттің іші болса енді 2 жарымға кетеді деген сияқты. Үстесінде аны 2 миллионға деген сияқты келсесің. В основном сол бір реклама, 2 реклама ғана алғымыз келеді. Кім реклама істегіміз келеді? Оның ішінде бізде пакетінде, просто YouTube-тың ішінде қалмайды ол. Ол жаңағындай сол отрывогын біз Instagram-да өзіміздің страницамызда сонымен салып берейік, TikTok-қа салып береміз, және сол жерін Shorts-қа салып береміз деген сияқты. Чтобы екі жақта win-win болатын да, ол мысалы сен ақша бердің. Ол да риза болатын. Сен YouTube-қа ғана деп алдық қой, бізде договорда сондай ғой деп отыру, ол дұрыс емес деген қағида бар да. Ол қағида по факту солай ғой негізі. Сен максимально рекламодатель саған бергеннен кейін сенің бүкіл әлеуметтік желіңнің қандай несі бар, соның бәрінде шығатын болса, онда да ол ертең барған жерінде де мен істеткен мына жігіттерге осылардан алсаңдар болады, давай ұнады ма, екінші рет деп 4 рет 5 рет алған кісілер болған бізден. Ұнады, дальше жұмыс. Тұрақты жұмыс істеген компания қандай болды? Бізде Декахом болды. Жандос дейтін ағамыз, ана үйлердің сыртына панель фасад жасайды. Сол кісілерден алдық. Сендерден көрдім мен оны. Сол кісілерден болды. Сосын тағы болды. Ерлан Андысбай ағамыз, енді ол кісі бізден чисто андай ойбай жақсы көргеннен кейін ба? Жақсы көр, інім тоқтап қалмаңдаршы. Мен хотя деген қолдаулар көп па негізі? Бізде мысалы қазақ ағаларының сендерді ұнататын жоқ жасай беріңдер дейтіндер. Мынандай ғой, сөз жүзінде айта беретіндер көп қой. Молодцы. Қолдаймын. Тоқтама, қолдаймыз. Оның түбінде либо бір той тұр. Енді мен білмеймін, иногда болып тұрады енді. Бірақ мен енді біреуден бір ақша сұрап, аға қолданыңызшы деп бізде енді бір ара бермейміз енді. Егер қолдағысы келіп бірдеңе істеп жататын болса, егер беріп жатса, неңіз бар аға, реклама жасап берейік хотя бы. Өйткені сен біреудің алдында должен болып қалған жаман да. Ал мысалға үлкен компаниялар не үшін қазақ тілді YouTube каналға кірмейді деп ойлайсың? Мысалы бізде өте көп қой. Өте көп осындай сендерде мысалы просмотр да өте жақсы, және де оқырмандар саны да өте көп, ең тез көтерілген YouTube каналдардың бірісіңдер. Барлығы қазақ тілінде. Жалпылама тоқылдатып көрдіңдер ме есіктерді? Жұмыс істесіп көрейік деп. Біз енді Яндекспен істедік, Индрайвермен істедік, Россиян Тинькофф банкпен жұмыс істедік. PUBG ма, тағы бір деңгейде сияқты сондай бір деңгейлермен істедік. Енді бірақ Қазақстанның ішіндегі именно жаңағыдай компаниялардың не үшін қазақ тілдіге бермейді дегендерінде ойлап көрдік. Мысалға орыс тілде контент жүргізетін қазақ жігіттер, орыс жігіттер болса қарайтын болсаң, бір подписчиктері де қатты емес негізі, просмотры да қатты емес, рекламасы да қатты емес. Мен өзіме салыстырып отқан жоқпын, жалпы мен бүйтіп қарайтын болсаң. Бірақ кейбіреумен танысып әйтеуір іші бауырына кіріп сұрасаң, нормальный суммалар алынған да. Мен біреудің ақшасын санаудан аулақпын, бірақ мен ойлаймын, бізде енді жағдайы жақсы адамдар бір 50-дің үстінде ғой негізі, миллионер бір бәле деген кісілер орыс тілді адамдар деп ойлаймын да. Орыс тілді үлкен ағалар орыс тілді болғаннан кейін орысшаны сол кісілер көрсе дейтін нәрсе болады шығар. Қазақша көп мән бермейді негізі бізге. Біз өзімізге де берді қазақша. Сендер андай орысша бірдеңе істеп көрейін деп ойламадыңдар ма деп сұрағандар болды да. Біз содан кейін хотя бы астына субтитр қойдық орысша бір-екі нәрсеге. Қараса оған пайда жоқ, наоборот, қоймай қойыңдаршы дейтіндер көбейіп кетті. Не қылса ойың бөлініп кетеді, ананы көріп бірдеңе тасташы бұл. Өзіміз үшін ақ жұмыс істей беріңдерші дегеннен кейін көрермендердің айтқанын тыңдайық болып дедік ағаны. Соның себебі сол деп ойлаймын, жаңағындай үлкен, андай жоғарыдағы жақсы ағалар, мысалы ақшасы бар кісілер, басқалар орысша сөйлеп, орысша ойланатын болғаннан кейін больше контентке ақша бар сояққа кететін сияқты. Ал қандай жарнамалар жасамайсыңдар? Қандай дүниелерге жарнама жасалмайды
онлайн казино, ставка, тағы не бар? В основном сондай қандай, сосын трейдинг бір бәле, ойбай дейтін, ақшаны алып үйретеміз бір бәле дейтін нәрселерге кішкене емес, түбегейлі жалпы. Әйтпесе ұсынғандар болған, 1xbet бір бәле дейтін андай ставка қоятындар, кәдімгі. Просто біздің эмблема тұрсын артында. Қанша төлеуге дайын? 20 миллион береміз дейді. Просто тұрсын артында. Футболкасын кисе 25 миллион деген сияқты бірдеңе. Бір сәтте бір азғырыласың ғой енді. Иә, бізде мысалы футбол комментаторлары мысалы өте көп барлығы фон бітпен жұмыс істейді, сондай бір компаниялар жұмыс істейді. Мен сосын осы нәрсеге келген кезде біздің балалармен арамызда сөйлестік, сондай үлкен суммаға келіп қалды бір ставка. Сөйтемін де мен айтамын, неге алмаймыз деймін ше. Сұрақты табай, осы талқылайықшы, мен алайықшы деп жатқан жоқпын, себеп деймін. Енді ол жерде ставка тігіп біз оны насихаттап жатырық, бір бәле істеп жатырық, болмайды ғой дейді. Сонда біздің Қазақстанда тұр, бүкіл Сайын көшесінің бәрінде тұратын. Қазспортта тұр, тағы бірдеңеде тұр, бүкіл жерде тұр, бірақ құраманың формасында тұр. Бұрын даже Олимп КПЛ болып кеткен кездері одан кейін аптар ғой. Сондай нәрселердің бәрі болып жатыр, оларға ештеңе демейді. Сонда біз просто артымызда тұрса не болады деген сұрақ қойдым балаларға. Енді мен бардым да жауап алған жоқпын бір-бірімізде, бірақ ішіміз біліп тұр ғой, дұрыс емес қой деген. Қойып ол отказ просто дедік та, бірақ енді өстіп бір-бірімізге бір сұрақ қойып қалған кезде жауап бере алатындай болайық деген ой болды. Бірақ енді сол нәрселерден отказ берген кезде шынымен де соған, сол суммаға жақындау нелер шықты, жарнамалар. Сол кезде түсіндік, значит, қайыры бар. Деп жұбаттық. Жұбатқанда біз сол моментте просто андай болады ғой, бір кек қалды дейді, что-то дейді, 20 миллион берді, бірдеңе дейді деп қаласың. Что-то аламыз ба бірдеңе, қой, керек емес. Неге? Қойш болмайды. Жаңа сөз айтасың, жауап бере алмай қаламыз, болды ма? Отказ болды деп отказ беріп тастаған кездер болды. Бірақ өкініп артынан сол кезде ала салу керек деген даже жоқ, сол моментте өлді, есік жауып кетіп қалған ғой. Әдемі. Мындай нәрсе, қазір Байгайстың негізгі табыс көзі неден болып тұр? Яғни айтып отырмын ғой, соңғы 6 айдағы мысалы сендерде мен жарнаманы көрмедім. Мен неден екенін соны. Яғни ютубтан егерде мысалы сендер әрқайсысы еще ол выпусктардың көпшілігі 1/2, 1/3, 1 миллиондық просмотр жинаған. Соңғы 6 ай бойы Байгайс командасы немен өмір сүріп жатыр? Білмеймін. Біз енді андай корпоративтерге шығып тұрамыз. Корпоративтерге оның ішінде жаңағы жоқ КВН емес, оның ішінде мектеп бітіруге шығар, университет бітіру. Жүргізесіңдер. Жүргіземіз, иә. Бірақ үшеуің бірге емес. Үшеуміз бірге. Басында солай басталады, кейде баган айтып береді. Сосын өзіміз бөліп аламыз. Басында үшеуміз бірге шықты. Енді үшеуіңді бірге көргеннен кейін барсаң андай жақсы көріп тыңдайды. Үшеуіңді бірдей көріп тұрғаннан кейін, содан кейін уже бөлініп аламыз. Мен аяқтағы сөздерді алғыс хат бірдеңе сыйлықтарын бере беремін. Бағжан аяқта бір айтып жүреді, жалғасын аяқта бір орнына ойнатып жүреді. Тағы бірдеңе үшеуміз қосыламыз деген өзіміздің кішігірім жазған сценарийларымыз бар. Сол нәрселермен жүрдік. Жаңа жылдық корпоративтерде, басқа дүниелерде, сосын тағы бір-екі съемкаларға, түсірілімдерге шақырады, соған барып келесің, сөйтіп жүресің. Сондай табыстар бар. Ал реклама қанша Инстаграмда? Ең көп оқырман сенде, шатаспасам? Иә, 125 мың. 125 мың сенде. Негізінде әр қалай ол бір нақты. Қаншадан басталады? 500-600 мың теңгеден басталады. Ондай жиі жасамайсың? Жоқ, Инстаграм көп жүргізбейміз біз. Білмеймін не үшін екенін. Былай не түсіре бересің, жырқылдап шыға бергің келмейді деген сияқты. Ютубпен выпускта сол қалпында тани берсінші деген нәрсе тұра ма екен, или біз жалқау. Енді бүкіл нәрсені айтып, өз-өзіңді ақтап, ойбай деп айтып алуға болады, бірақ түбі неге жалқаулық қой. Жалқаулық. Өйткені сен тоқтамай істейтін болсаң, күнде істей беретін болсаң, ол келеді. Тоқтамасаң болды. Бізде енді бір шаршап қалдым дейміз бе екен, бүйтіп қоя тұр. Құш жүре берсін, болады деп жүре береміз дағына, сөздің не дұрыс болмай кетті. Реклама болмай кетті деп ренжіп қаласың да. Түбі сол жалқаулық болады, енді кейде шаршап қаласың. Сондай моменттер. Байгайстанның болашағы жалпылама бұл бөлек бір сериал ретінде өте ұзақ
жалғаса ма жоқ әлде ол біте ма бір күні және басқа бір нәрсе бастала ма? Бізде бұл Байгайстанды мынандай ойға келіп жатырық. Біз 3-ші сериясын Дубайда түсіріп келдік. Одан кейін Қызылордада түсірдік. Одан кейін соңғысын Түркістан, Шымкентте түсіріп келдік. Енді по Қазақстан аралап түсіргіміз келіп отыр Байгайстанды. Үлкен қалалардың бәріне барып, сол жақтан енді әрбір жерде бір бизнесмен ағалар болады. Кәсіпкер көретін шығар енді. Былай Қызылордадан мысалы шықты деген сияқты сондай, Түркістанда тоже сондай кісілер шықты. Сөйтіп по Қазақстан аралап келіп, осы Байгайстанның бір үлкен киносын шығарғымыз келіп отыр. Түбі сондай. Былай басқа жобаларды да біз ойлап, ойымызда жүрген жобалар бар. Сериал, басқа тақырыпта вообще. Енді бір жағынан өте қызық формат қой. Бірақ маған ана тычкалардың көпшілігінде, яғни ескі Қазақстанның есіндегі тычкалар, жаңа Қазақстанда шуткаларды қоюға қорқыныш па жоқ әлде ол нәрсе тек ескі Қазақстанмен шектеліп қалсақ деп жатсыңдар ма? Жоқ. Мысалға бұның басталуы вообще барған жерлерімізде айтқанбыз. Квартираның қымбат болып кеткен аралық болды ғой бір. Бәрі квартира тұрады балалардың сөйтіп. Осы неге киіз үй алып ап дейміз де, сөйлесіп отыр. Абай Сайнада дейікші мысалға. Абай Сайын көшелерінің қиылысында бір пустой бір жерлер болады ғой, площадка деген. Сояққа киіз үй қойып қойып тұрсаң деймін да мысалға. Тұрсақ деп ойлап отыр. Күлкілі ғой бірдеңе, ондай жерге жай тұрғызбайды ғой, қаланың шетіне қойып тастасаң, бірдеңе ойлашы бизнестік туалет ашып алсаң деп әңгіме қылғанбыз да сөйтіп қалып кеткен. Сөйтеміз дағыны сол идея жарты жылдан кейін оянып басталған ғой негізінде. Енді ол жердегі ескі Қазақстан, бірдеңе, енді бізде Қазақстанда бәрі идеальный десек өтірік қой. Ол не только біздің Қазақстанда, бүкіл әлем бойынша сондай. Дубайда да мысалға қаншама жоқ, ол өте әдемі, өте әдемі. Сондай нәрселер бар да, біз сөйтеміз дағыны бір жақсы жақтарын, енді бізде кер тартпа адам ұқсап, бүкіл тек жаман нәрсені көре берсек дұрыс емес. Қазақстанның дамып жатқанына Аллаға шүкір ғой. Жақсы жақтарын көрсетіп, ескі кездерде де бір кеткен қателіктер, может сол кезде бір жақсы дұрыс қабылданған шешімдерді негізі осы кезде өсіп шешім қабылдады ғой қайта, соның арқасында ғой деген нәрседе біз мақсатымыз бұл жерде енді халық пен биліктің арасындағы көпір болғымыз келді негізінде ше. Яғни былай ғой, бірақ халқымыз бар ғой біздің, соған айтамыз жаңа бірдеңе болатын болса бірдеңе деген сияқты сондай екі жаққа жеткізу, баланс ұстау деп өзімізге жауапкершілік алдық қой елебен. Мәке, міне осы жерде болып тұр ғой әңгіменің өзегі. Яғни халық пен биліктің арасында көпір болғыларың келді. Бірақ соңғы бір жыл демей қоямын, соңғы бір 6 ай дейік, бірақ Байгайстанның жалпылама астарында билік пен Байгайстанның арасында бір байланыс бар ма деген сұраққа келесінде. Яғни халыққа Байгайстан арқылы біздің билік бір нәрсе жеткізгісі келіп отыр ма? Және мысалға Ерлан Қарим мен Байгайстанның арасында қандай байланыс бар? Байланыс болса екен сол. Бізде негізінде көбісі айтады ше осындай, сендер биліктің адам бірдеңе. Ондай ештеңе жоқ бізде ше. Бізде андай бізге бір государственный үлкен бір шендік ағалар келіп мынандай нәрсені айтыңдар деген вообще бізде болмаған ше. Бізге біз қараймыз ғой, бірдеңе натуре бір айтыңдаршы десе, сен қарайсың. Оны өздерің айта берсеңдер де болады деген нәрсе сияқты ғой. Бізде аттак билікпен біздің ешқандай неміз жоқ. Біз өзіміз просто жаңағындай элементарный нәрсені кейде түсінбей қалады адамдар. Референдумда алайықшы, мысалы референдум болады, осындай дүние болайын деп жатыр деген кезде, ой, олар өздерінің күнін істейді, бірдеңе. Айтып отырмын ғой, бірігіп, давай қызық қой, қатырам, көрейікші. Сондай нәрсе ғой, давай осындай нәрсе деп жатыр ғой, бірігейік қой, әңгіменің түбі бірігейік, бірге десең, дейтін болсаң, ой, бірігейік бірдеңе дейсің, өздерің Байгайстан мемлекет ашып аласың. Қазақстан ішінде жүрік, талғарды Ұзынағашта жүріңіз ғой, әр жерінде жүрік қой, мысалға да. Атак бізге биліктен нақты міне бүйтіп мынандай нәрсе айтыңдар деген нәрсе болған жоқ. Егер сондай нәрсе айтыңдар деп келіп жатса, онда көре жатармыз. Онда ойланып көруге болады. Не айтайын деп жатсаң, басқаға батсаң, енді саған күш деп айт деп айтпайды ғой ешкім. Енді меніңше халықтың да айтатын сөзінде бір жан бар болып тұр да, өйткені енді сендерді былай бөлек жақсы көреді ғой халық.
расымен де бөлек жақсы көреді. Бірақ соңғы Байгайстанның форматы да соған ыңғайланып тұрғаннан кейін де көбінесе халықтың айтқысы келіп тұрған билікке емес, биліктің айтқысы келіп тұрған халыққа жеткізу көбірек болып кеткен секілді да. Және ескі Қазақстан деп айтып отқанымның өзегі де сол. Яғни сендердегі шуткалардың көпшілігі ескі Қазақстанға тиісіп, жаңа Қазақстан жайлы бірде-бір мем жоқ, бірде-бір шутка жоқ. Бірақ сол моментте референдум немесе жасалып жатыр ғой, істеліп жатыр ғой деген бір жұбату нәрсенің бәрін бір YouTube каналмен билік басқысы келіп отыр ма деген секілді ой болады. Мысалға мен былай ойлаймын да, екі жақ, мысалға билікте мен негізі мысалға біз отырып аламыз да, биліктегілердің бірдеңесі деп айтамын, биліктегілер дұрыс емес. Биліктегі хотя бы жұмыс істейтін 10 адамның атын айтып берші маған. Мысалға должностьмен айта алмайды ешкім. Айтады жарайды. Ерлан Қарин айтады, мақұл, одан Ардақ Назар тағы бірдеңе кетеді. Енді ол жерде мысалға халық бірдеңе деп сен мысалы халықтың сөзін сөйлейтін жерлерде біз сөйлейміз, айтқысы келген нәрсесін айтамыз да. Бірақ енді ол жаққа мысалға халық наразы бола беретін болса, ол кісілер қойшы дейді ғой. Не ұнамайды сендерге? Барш деу мүмкін ғой. Сондықтан мына жақтың айтып жатқан нәрсесін саралап, өтір нүкте қай жерде қойылғанына байланысты әңгіменің. Сол нәрсені негізі мынандай деп жатыр, по-моему дейтін. Бізге де біреу келіп, негізі бүйтіп айтып жатырмыз деп ешкім айтқан жоқ. Біз өзіміздің ойымыз билікте осындай бір заң шығар бірдеңе болса, өстіп айтқысы келді-ау негізінде. Халық, ол жас халық өстіп айтқысы келген сияқты. Білмеймін өзің көзқарасың, сен ешкім үгіттеп жатқан жоқ. Негізінде просто ана кейбір сөздердің жаңа оқы әкең сияқты мал болма дейтіндегі оқы әкең сияқты дейтін сөз бар ғой. Мысалы сол сияқты нәрселер ғой негіздеп бір ара жігін бүйтіп ашып, бүйтіп бір түсіндіріп, жеткізіп көру ғой негізі. Байланыс орнату ғой. Ол миссияны мысалы сендерге кім өздерің құрастырып алды? Ешкім өзіміз соны айтып отырмын ғой. Яғни біз жігіттер биліктің айтқысы келетін нәрсені халыққа дұрысынан түсіндірейік деген мақсатпен сендер... Жоқ, негізгі мақсат ондай болмаған. Бұл мақсат былай болған. Бұл былай басталған. Байгайстан квартира тұр, квартира шығып, Байгайстан өзіміз бөлек тұрамыз дейді да, өзі президент болады, бірдеңе болады, анау болады Дуба. Өте қызық. Сөйтіп тағы солай жүреміз, Дубайда елшілік ашамыз, кеттік дейміз да, Дубайда жүрген басқа аламыз, сөйтеміз. Соңғы моменттерде енді сен мысалға актуальный нәрсе не болып жатыр? Соған байланысты сценарий жазып алып келесің. Мысалға біреулер айтады ғой подкастта, осындай жерлерде біреу келетін болса, ой осындайлар не керек бар, өйткенше оқыған данышпандар да әкелмейсіңдер ма, ғалымдар да әкелмейсіңдер, оны ешкім көрмейді. 270 адам көреді, 13 лайк тұрады деген сияқты. Сондай нәрсе ғой. Сондықтан біз де сондай актуальный нәрсені алып, мысалға не болып жатыр Қазақстанда, мынандай нәрсе болып жатыр. Давай, конфликт болмасын. Біз жеткізіп көрейік, былай, түсінген адам түсінді. Түсінбесе ешкімге ренішіміз жоқ. Мына жақта кейбір нәрселерде мынандай шутка болды ғой, уақыт ауысты ғой бір сағатқа. Сол уақыттың ауысуының зиян емес екенін анықтау үшін мемлекеттен 160 миллион теңге бөлінді дейді. Соны бәрі халыққа бөліп бере алмай ма дегенде 8 теңгеден шығар екен ату керек. Бір SMS шығар сондағысы. Сондай нәрселерде болды да, біз максимально кішкене әзілмен жеткізгіміз келеді бүкіл нәрсені. Әзілмен жеткізгім келеді, бірақ енді кейбір жерлерде... Бұл мынандай қылып, мысалы, жаңағының өзінде де сондай да, мысалы, 140 миллион теңге бөлінді, оны біз бөліп көрдік, 8 теңгеден тиеді екен. Оны түсінген халық, 8 теңгеден бізге керек емес еді ғой? Деп айтады да, уақыттың ауысқаны дұрыс болыпты, значит, 140 миллион теңгені уақытта ауыстырғанымыз деген ойды, яғни биліктің істеген нәрсесін дұрыс екендігіне байланысты сендердің шуткаларың арқылы түсініп отырады. На самом деле оған мысалы уақытты ауыстырмай қою керек еді, батыс. Енді сен оны мысалға мен ол жерде отырсам, базар жоқ. Айтады, мен может білмеймін да, мен ол жақтарды мен лично болып көрген емеспін. Сондықтан мысалы шығып жатқан заң бірдеңелер болсын, сондықтан максимально көзің ашық болу үшін өзіңнің кішкене қарау көру керексің, іздену керексің. Мысалға кейде ізденбестен біреуге жаңа айтып кететін нәрсе болады да бізде. Ізденбей, мынандай мысалы бір заң шығып жатыр, тағы бірдеңе адам мысалы құқығын қорғау дейтін нәрселер қазір күшейтілді, жоғары қарай көтерілді заңда деген сияқты авторлық құқық дейтін нәрселер бар.
сол нәрсе әйтеуір енді максимально келе жатыр ғой бүйтіп дамып басқа келе жатыр, иә. сол моменттерде просто білместен қарсы шыға бермекші деген нәрсе ғой негізі. Білместен ой жоқ десең құрисың. Тыңдап көрейік, ана жақ бірдеңе айтып жатыр ма, тыңдап көрейік, ақылға салайық, саралайық сол нәрсені дейтін нәрсені біз өзімізге жауапкершілік қойып алғанбыз ғой. Мен мысалға сендерді қараймын ғой, иә. Мен сендердің тікелей көрермендердің бірімін деп есептеп көрейікші, яғни. Және мынандай нәрсе. Мен қарап отқан кезде барлығынан демалғым келеді. Негізгі қараудағы негізгі функциям менің ешнәрсені ойламау, демалуда. Бірақ маған Инстаграмға кірсең де блогерлар сөйлеп бастайды. Жақсы көретін сериалыңды қоссаң да, маған биліктің айтқысы келіп тұрған нәрсесі былайынан келе береді де, біз дұрыс істеп жатырмыз. Ойлайсың, что за машина жұмыс істеп жатқан? Бұл машинаның артында бір нәрсе тұр ма? Не тұр? Яғни азаматтық таза интерес, бір ақыл есі сау адам жан-жағынан қарайтын болса, что-то не то деген сияқты нәрсе болады. Не керегі бар ол нәрсенің де деген секілді. Енді мысалға мен выпусктарды ұмытып қалдым же ішінде қандай нәрселер айтылғанын мен білемін, бірақ енді сондай натуре айтылған. Бірақ ол жерде көп комментарийда әзіл дегенмен шындықты жеткізіп жатыр ғой, негізі жатқан адамдар бар да. Біз енді бұл Байгайстан дейтін өзіміз мемлекет болып алдық, өзіміз заң шығардық, басқа өйткені сен басқа жаққа лағатын болсаң, ол жерде көрермен айтады, сендер не сендердің вообще қалайтындарың деген сияқты сұрақ пайда болып қалады. Сондықтан енді Байгайстан деген жанама болғанмен Қазақстанда бір минусы жоқ, утопия аралы сияқты істейміз деген ғой негізінде. Сондай болған ғой, бәрі күшті, бәрі бірдеңе, бәрі күшті келе жатыр, жақсы дейсің, бірақ по-любому минус болады. Сондай моменттерді бүйтіп көрсетіп, енді Байгайстан деген президент, премьер-министр, экономика министрі, халық ойбай дейтін нәрсе тұрғаннан кейін сен сурет салу жайлы әңгіме айта алмайсың ғой. Сол государство болып жатқан нәрсесін әйтеуір бір жеткізіп, біреуге болмаса біреуге. Жоқ, маған мысалы скамейкалар ұнайды ше, шуткалар, тендерде мысалы желінген нәрселер, мусорный нәрселер, мысалы уборныйға баратқан кезіндегі шуткалар. Ол шуткалар біз білетін шуткалар еді, яғни бір ұқсас бір кісі бар сондай портрет, шынымен де там доллармен кетіп бері жатыр деген секілді. Одан кейін шуткалар да бір ауырлап бастаған сияқты. Асқарланып. Тақырыпқа байланысты. Тақырыпқа байланысты. Содан байланысты. Әйтпесе маған да бір отырып алып, бүйтіп айтқысы, мен өйткені олардың жанында бірге отырып заң шығарған жоқпын. Бірақ енді айтқан нәрсесін бірінші саралап алайықшы дейікші, хотя негізі былай айтқысы келген шығар. Бір біріккен, бәрі жоғарыдағылар мен қарапайым халық біріккен кезде күш қой. Сондықтан бір-бірімізді тыңдай білейік дейтін әйтеуір бір миллион правсын отырмыз ба, миллион адам қарасы, соның бір 200-100 адамы да натуре негізі давай етпей қойықшы. Қош бірге салшы, болды, нормально, тыңдайық бір-бірімізді, не айтқымыз келіп жатыр, бірдеңе, сен келісуің керексің дейтін нәрсе емес ол. Өзің бір, просто біздікі бір вариант қой, осындай ұсынып көрейік мә дейтін ол мәселе бір біреуге ақыл айтатын дәрежеде емеспіз вообще. Яғни Байгайстан жалпылама Байгайс жобасы ешқандай биліктің проектісі емес, финансирование өтпейді сендерге. Ондай да болмаған, өйткені ол енді тәуелсіз болған жақсы ғой. Ұсыныстар болды ма? Мәке, шын мәнінде. Ұсыныстар бұрындары болған, былай. Енді қазір ондай бір қатты жоқ, өйткені бізді наоборот осы Байгайстан шыққан кезде кәдімгідей шум болған. Фейсбукқа шыққан, тағы бір кісілер ойбай үйдің ішінен үйтікті сепаратизм бір бәле деп біз өзіміз шошып кеттік. Біздің таныстарымыз шықты, короче. Там сендерді қарап жатыр екен, ойбай. Қараса угорать ету үшін қарап жатқан шығар. Егер ойбай бізді іздесе, біз шетелде жүрген емес, Алматыда жүрген болған. Бізде де патруль шықты ғой мысалға. Патрульде біздің май қызметкерлерінің бір пародия секілді тағы. Сіздердікі мысалға саясатқа жасалған. Ол басында енді саясат жайлы болмау керек еді, біз өзіміз просто уже жазылып жатыр, енді не істейсің, таусыласың ғой. Сценарий жазу оңай емес негізі. Бір нәрседен бір нәрсені қосып, бір-бірін ана линиядан шығып кетпей, әйтеуір бірдеңе жазу ол қиын ғой негізі. Сондықтан енді ақыры Байгайстан дейтін государство пигіндасың ғой, президент деген пиг қой любой жерде. Қазақстанның президенті грубо, енді Байгайстан президенті
сондықтан сондай нәрселер істеп біз наоборот осы байгайстанмен айттым ғой жаңа бүкіл қазақстанды аралап әр жерін көрсетіп туризм ғой қазақстан шын өзі туризм ғой барам десең көп жер бар сондай нәрселерді көрсетейік басқа қылайық сөйтіп кетпесек әйтпесе біз кәдімгідей жаңағы сіздікі сияқты сұрақтар көбейіп жатыр бізге де ше не только сіздің келіп жатқан сендер сол саяси бірдеңе айтқыларың келіп жатыр ма бірдеңе адам өзінен бірдеңе шығарып сенің сыртыңнан томшып тастайды негізі а так мақсат біздің біреуге жағыну болмаса бізді біреуден ақша алып міне халыққа бүйтіп айт дейтін нәрсе емес біз по-любому сол кәдімгі ауылдан шыққан өзіміздің балдар өзімізбен көрерменімізбен бірге өсіп келе жатқан адамдармыз бір моменттерде осындай бір байгайстанда хотя бы бір пайдалы болайықшы бір бірімізге бір көпір бола білейік халықтың арасында болып жатқан әңгімелерді өзінің таныстарымыздың арасында элементарно болып жатқан әңгімелерді осы выпускқа тығып дұрыс емес қой сенікі дейтін нәрсе жоқ қой биліктікі дұрыс емес болмаса халықтікі дұрыс емес дейтін әңгіме жоқ нейтральный зонада тұрмыз екі жақта ортасында кринжовый историялар иә көзбен көріп естіген сөздерін достоверный нәрселерді әзіл қылып жеткізіп деген сияқты нәрселер ғой саясаткер достарың немесе таныстарың бар ма кездесіп ақылдасып жөн сұрай алатын яғни біз былайынан істесек дұрыс бола ма мына нәрсені ондай ешкім болмады біз айтып отырмын ғой жаңа біздің байгайстан шыққан кезде бұл парламентте ма қойылады ғой журналист ринат заитовтан сұрайтын бар ғой иә байгайстан жаңағы тағы байгайстан деп білмеймін бірақ жалпы осындай бірдеңе дейтін әңгімелер болып кеткен кезде ол сатирада сондай бір жанр бар сондай бірдеңе ол өтірік емес сатира ретінде қабылданады иә шынында бірдеңе бар деген кезде біз өзімізді жібердік іштей да нормально дейтін а так бізде бір ақылдасатын ондай саясаткер ағаларымыз жоқ өйткені біз біреуге сеніп да өстіп негізі мынандай болып жатыр ғой бірдеңе деген адамның әңгімесіне особо тыңдағанмен сол жолды алып еріп кетпейміз кездесулер болды ма кіммен саясаткерлермен вообще ешкім шақырып сөйлесейік деген нәрсе болмапты да енді бізде мысалы мынандай нәрсе бар да бір живой примерлардың бірі Украинаның президенті Зеленский слуга народа сериалын шығарады яғни ол жерде де ол президент әзілсқақ өзінің пародиясын қояды одан кейін барып сайлауға түседі бізде де жігіттер бар жайдарманнан шыққан саясат жайлы әзілдейді болашақта егер де белгілі бір орынға немесе қазір бізде шақырып жатыр ғой мемлекеттік қызметке егер де шақыратын болса жұмыс жасайсыңдар ма мен өзіме жауап берейін мен егер шынымен де мен енді қазіргі ойым қазіргі ұстанымымды айтып отырмын да мен білмеймін может маған до того үлкен суммалар келсе мен білмеймін осы сөзді айтамын ба айтпаймын ба өйткені ол өзгеріп жүретін мүмкін нәрсе ғой бірақ нақты міне сенің қолыңнан келеді десе мен өзім біліп тұрсам қолымнан келетін онда иә бір пайдалы болуға дейтін нәрсе мүмкін бірақ қазіргі таңда алдағы бір ғұмырымда ондай ұсыныс болады деп ойламаймын бірақ сенде жұмыс істеген тәжірибе бар жастар саясатында университет қабырғасында яғни мемлекеттік қызметте сен жұмыс істеп көрген адамсың ненің қалай екендігіне байланысты бересің егер де мысалы алға делік Алматы қаласының жастар саясатының басқармасына жұмыс істемес пе едің жоқ өйткені көзқарасың қалай жалпылама әзілдегі жүрген адамдар көзқарасың әзілде жүрген адамдар бір саясатқа барып немесе билікке баруға байланысты көзқарасың мен мысалға былай қабылдаймын біз жаңа жастар саясат деп жатырық басқа деп жатырық түбіне келетін болсаң ол аса бір үлкен должность деп ойламаймын мен негізінде ше қараңыз өйткені енді саясат күлкіде жаңа комедияда жүрген адамдардың бір жаққа баруы дейтін нәрсе ол дұрыс жағы да бар бұрыс жағы да бар сияқты дұрыс қандай дұрыс жағы өйткені оның армиясы бар артында оқырмандары бар басқасы бар элементарно кім бар мысалы бізде жүрген енді мен білмеймін нақты кім бар екенін бірақ керек сияқты яғни бару керек деп ойлайсың бару керек бірақ енді бәрі топырлап барып алсын деген нәрсе емес натуре мысалы күлкіде жүрген адам чисто күлдіре береді деген сөз емес қой ол может IQ жоғары адам өте жоғары сондықтан иә ондай адамды көріп танып біліп осындай адам осы болады ау десе
ол соған барса біз оған бұл комедияң адам күлдіріп жүрген адам бұған не жоқ саяси сайқымазақ болып кететін сөз болады түбін білмейді да оның ішіне кіріп шықпағанда сондай нәрсе болып қалады ал егер дұрыс емес жағы ол көп болып кетсе деп ойлаймын андай бәрі жайдарманшылар да болсын басқасы болсын актер болсын бәрі сондай жоғары жаққа кететін болса онда кішкене құрдымға кетіп қалатын сияқты так шынымен де мысалы қазір бізде қазір қалай деп ойлайсың мысалы спортсмендер бір топ одан кейін өнер адамдары бір топ қазір әзіл әлемінен адамдар бір топ саясатқа ену процесі деп айтамыз да ену процесі басталды көңілің тола ма қазіргі Қазақстандағы мысалы осы мысалға көңіл толу толмау дұрыс деп санайсың ба жалпы субъектив мен оны мысалға енді мен қатты бір қарай бермейді екен кім бар мысалы білемін мен енді жаңағы спорт бірдеңе деп жатқан Ардақ Назар ағамызды мысалға білемін иә ол кісі отыр айтыскер ақын дедік Ринат Зайытов ағамыз бар Мақсат Толықбай тағы бар Мөлдір Әуелбекова жақында бір ауыл партиясында бірдеңе болды деген сияқты сондай нәрселер бар ғой енді яғни ол біздің енді өте жоғарғы деңгейдегі мысалы биікте тұрған лауазымдардың өзі біз танитын бірақ аудандарда ауылдарда мекемелерде облыстардың өздерінде мысалы спортсмендер әзіл әлемінен өнер адамынан адамдар саясат сондай жер ма деп те ойлайсың да кейде саясаттың адамы бөлек болмай ма өзі өйткені бір жағынан мынандай да бар сияқты қазір екеуміз де мысалға мен андай пример ретінде айтып отырмын екеуміз бір жерге бір ауылға барамыз кездесуге сен грубо бір жастар совет басқарып бірдеңе деген сияқты мен сенің көмекшіңмін мені таниды сені қатты тани бермейді мен тұрамын да инстаграмға болмаса басқа нәрсеге достар осындай Ащыбұлақ ауылынан бара жатырмыз осындай жастар саясатының басқармасы болады мен боламын келіңіздер деген кезде 50 адам жиналайын деп тұрған жерге 200 адам жиналуы мүмкін сөйтесің да сен айтқың келген жеткізгің келген мәліметті жеткізесің общий жинайсың деген сияқты нәрселерде көмектесетін сияқты жалпы бәрі келіп сол нәрсеге бірге атсалысуға ондай жаңа танымал адамдар керек деп ойлаймын мен ал егер мысалы просто так иногда бізде болады ғой үлкен бір ағалармен кездесу бірдеңе болатын болса студенттер полный жинап қояды жастар саясатын істеттік қой біз мысалға білеміз біреулер келе жатыр дейді массовка жинау керек түсінбейді не болып жатқанын хотя бы сөйткізбей бір қызықтырып осындай келе жатыр сен сөз сөйлетіп қой ассалаумағалейкум бірдеңе жастар көргеніме қуаныштымын бірге болайық басқа болайық деген сияқты бір патриотический жақсы сөздер айтып хотя бы алдау емес мәселе просто бір білдіріп айтсаң онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын жоқ әдемі ой бірақ ол бір билік мысалға мен бүйткім келеді де биліктің пропагандасын менің жақсы көретін әртістерімнен естігенді қаламас едім өйткені ол мен оны бір бөлек тұлға ретінде қараймын бірақ егер де мен ол түсіндім мен просто бағана айтқаным сол ғой сол спортта да жүрсін әзілде де басқа нәрседе де жүрсе де бірақ оның шынымен IQ басқа нәрсесі жоғары болатын болса почему бы нет барып көрші мысалға элементарно елбасымыз алғашқы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев не істеген ғой металлург болып істеген ғой сол сияқты нәрсе ғой сондықтан нақты біреуді күлкіде көрдім болды ол күлкілі адам болды ол сөйтіп жүру керек дейтін нәрсе ол болмайды қол сілтей салуға егер шынымен бәрі депутат болып бәрі бірдеңе болып тұрса онда лажы қойшы простой адам болып жүре берейікші біздің аяқта бәріміз сөйте салайықшы деуге келеді а егер шынымен де біреудің орны сұранып сол адам лайық болып тұрса мен ойлаймын біреудің тағына таласың бағына таласа алмайсың сондай болу керек значит солай болу керек а так енді мені лично шақырса мен білмеймін әкім болып шақырса барайын әкім болып шақырса баруға дайын негізі егер условно есептейік егер де бәрі жүріп жатыр алдағы 2-3 жылда белгілі бір облыс қалаға ауданға әкім ретінде шақыратын болса баратын едім күшті ғой енді мысалға қара мен өзім ауылымда бір не жоқ даже спорт кешені ештеңе жоқ яғни акиматтың өзі құлайын деп тұршы мен білемін мен хотя бы бір бюджеттен бөлінетін шығар ақша деп ойлаймын енді мен хотя бы мен осындай көзқарастар маған көбірек ұнайды
Иә. сен белгілі бір жерден шықтың, Иә. сол жердің камызяк дейтін жасайтын нәрсесі. Иә, сол. Олар бүкіл тарихты өзгертіп тастаған командалардың бірі. Білесің ғой, қанша рет өздерінің шуткаларымен, тычкаларымен камызякты қалай көтеріп тастады. Ал осындай мысалы жаңағыдай айтып жатқан, типа әкімшілік жоқ па? Жоқ. Иә, жоқ, кәдімгі құлай мен кіргенмін ғой, талай білемін ғой. Быт кәдімгі. Элемент бір көшең әлі газ кірмеген. Хотя именно осы Қытайдың жанындағы, границаның жанындағы ауылын ол дамып тұру керек қой жер. Көшең кірген кезде бірінші кірген кезде сондай болу керек. Хотя бы арка элементарный, хотя бір көшелерде бір жерде мысалы болады ойылып қалған бір кішкентай ауыл ғой. Құрсын істей салшы барып деген нәрселер ғой. Сондай нәрселерді істеп, мысалға бір ойбай бит кетіп қалам дейтін нәрсе, егер шынымен беретін болса сондай бірдеңені. Хотя бы бір спорт школ ма, хотя бы тағы бірдеңе деген сияқты. Басқа ауылдарда былай бар. Бір нәрсе істеп кетсең, ол күшті да. Бірдеңе істе, одан кейін болды, сен әйтеуір аман есен болды, өзіңнің өкілеттілігін тапсыр да кетіп бол, болды ары қарай. Bir жаққа шақырса, сол ауылды сөйтіп жасап тастады деген сияқты ғой. Ата шақырса, лично сондай моментте көргенге ол бастық болып алып біреуге ойбай дейтін нәрсе емес. Істеп бір нәрсе өзгертіп кет. Мысалға Нағи Ильясов дейтін ауыл бар ғой. Енді ол мысалы акимат деп ойламаймын. Оны бизнесмен ағалар өзінің туып өскен ауылын өркендетіп жүрген ғой сөйтіп. Әрбір көшеде жарық, әрбір көшеде трасса, әрбір бәрінің үйінде свет бар, бәрінің үйінде газ бар деген сияқты. Бірақ оның барлығын көпшілігінде бизнесмен ағалар жасаған. Иә. Мемлекет емес. Мемлекет емес, бірақ енді мемлекет жасап беретін шығар деп ойлаймын. Мен нақты ондай бір орталарына кіріп көрмегеннен кейін мен білмеймін. Бірақ менде де мүмкіндік болатын болса, мен ойлаймын андай. Бір жиналыстар бірдеңе болып жатқан кезде ашық айтып ше, сенен жоғары лауазымды кісілермен жиналыс болып жатқан кезде бәрін көретін болсаң, мен білемін ғой, кейде ауылымызға бұрын келетін болсын, бір кісі бүйтіп тыңдап отыр, ой басқа жақта бірдеңе деген сияқты. Сен сол моментте шешіп алсашы, сөйлес, тас, біз мынандай нәрсе өте оңай жасайсың. Проектіңді жаса, флешкаңа сал да апар, қоста көрсет, міне мынандай жоба сен деп жатырмын. Мына жерде біздің ауылда мынандай нәрсе жоқ екен, оказывается. Біз осындай нәрсені қояйық, мынау бізге керек. Тағы бірдеңе. Мен мына жерде мына акиматтың ішін қара, сен бәрін түсіріп алдың ғой өзің үшін. Түсірдің, полында қабырға кетіп жатыр. Ана жеріне әгі түсіп қалған, есіктердің өзі дұрыс жабылмайды, бит барып жабасың деген сияқты. Ағаш есіктер сол баяғы көкпеңбек деген сияқты нәрселер бар. Элементарный нәрселердің бәрін түсіріп ал да көрсет, міне мынандай болып жатыр жағдай. Қараңыздаршы, не болады? Бәлеқорлық қой кішігірім, сондай болу керек. А сен қой құсап жұтып, там бүйтіп отыра беретін болсаң, сол бойы қалдың, сен ертең кетесің, сен оны басқа біреуге, сол қалады, сол бойында сөйтіп қалады. Bir күн анау құлайды акимат, біреу өледі, сосын барады таңертең бір акимат салады. Ал оған жеткізбей істеу үшін келген жерде қорықпай айту керек қой. Бізде өз-өзінің көлеңкесінен қорқатын кісілер бар ғой, көп ше. Ондай болмау керек деп ойлаймын. Мен өзім ойым енді, ол шақырса бірақ. Иә. Мысалы маған қызық болды расымен де, өйткені сендегі фидбек бар ғой, бәрібір енді саясаттан не, кішкене организаторлық қасиет деген секілді. Тағы бір сұрақ. Барлығы танитын, мысалы, Маганың үйде тағы да осындай тағы қандай бір ойлары болуы мүмкін. Мен сені персонаж ретінде ғана көремін ғой. Иә. Көбірек адам ретінде таныған, меніңше бәрімізге қызық болады деп ойлаймын. Мен енді так. Мысалы, күнделікті, обычно бір күнің қалай өтеді? Қалыпты. Менде енді бір күнге ұқсамасын дейді ғой, максимум ұқсатпауға тырысамын ше. Өйткені мен үйде көп отыратын адам емеспін негізі. Мен қалай азан тұрасың, дөжейін жинайсың. Өйткені әйелім бірінші кетіп қалады жұмысқа. Өзім қалып қаламын, баламен қаласың бірдеңе. Көп ойланамын мен негізінде, бір жүріп, қарап әр нәрсені. Бірақ жазып жүрмегеннен кейін оның бәрін кейде ұмытып қаласың. Бірақ ойлардан өткізесің. Мен негізі типичный кәдімгі әкемін ғой, үйде адал жар, үлгілі әке. Сондай адаммын, андай бір нақты ойбай, мынандай дейтін жоқ. Бізде балалармен жиналамыз. Бағжан, Жалғас, Олжас, Ғани, мен бежеміз жиналамыз. Отырамыз, не істейміз, сценарий, бірдеңе. Көбінесе кальянныйда ма? Жоқ, офиста. Кальян көп шейіп бізде ешкім. Негізі, ондай бір қатты. Жоқ, немесе КС ойнайсыздар ма? Жоқ,
бізде офисіміз бар Ақсай мешіті. Тек сол офиста офиста өздері? отырамыз, офиста PlayStation'ымыз бар, FIFA бар. Оның өзі ана үйінде компьютер балаға ойнағысы келмейді ғой, негізі сол сияқты ғой, үйде тұрып ойнамайсың негізі көп. Анда санда бір ми сергіту керек болып, басқа нәрсеге кететін болып ойнамасақ, былай бір не жоқ. Отырасың, мынандай жоба істесекші, мына жаққа істесекші, мынандай қылсақшы деп, иногда КВН көреміз, иногда бір кино көріп тұрасың бірге, әйтеуір сөйтіп әйтпесе қосылып кететін болсаң, ғайбат айтып кетесің. Енді бір айда саған Алматыда өмір сүру үшін қанша қаражат қажет? Бір айда, мен мысалға есептесем, мен былай примерно қарадым. Сен есептеген жақсы көретін сияқтысың осы, ақшаны. Өйткені андай ғой енді, Алматыда жоқ болып кетесің, есеппен жүрмесең ше. Бір миллион теңге шығар, миллионның үстінде. Бір миллион теңге. Егер ол жаңағындай. Ол квартираны қосқанда ма, қоспағанда ма? Полный квартирам бар, мен бір кішігірім кредиттерім бар деген сияқты, сондай нәрселер ғой. Бағасаң, бір миллионның үстінде шығар, сондай болады. Примерно. Ал қосымша жұмыс іздеу деген нәрсе ойларыңда болды ма? Мысалға сырт көзден қараған кезде мен жаңа сыртта да тұрдық қой. Көпшілігі бәрібір экраннан көріп жүрген адам болғандықтан сендерге бір андай немен қарайды да, бай шығар мынау, мынаның байлығы деген асып тасып атқан секілді деген көзқараспен қарайды. Өйткені менде де бұрын сондай ой болады, әнші бірдеңе көрсем бай шығар деп. Сөйтсем ондай емес. Баяғыда бір кім ән мен әншіні жүрген Жанатбек пен Сержан ағамыздың да бір әңгімесін естіп қалғам. Ей, мен көк дейім жоқ, бәрі сөйтіп ойлайды бірдеңе деп бір айтқандары бар да. Сол кезде сенбей қойғам мен. Или то ли бір кісі танымал. Сол кезде ой қойшы дейтін. Сөйтсем неге сондай болады екен. Енді сұрақ қандай болды бізде? Байлыққа байланысты нәрсе болды. Сырттан көп адамдар сендерді бай деп ойлайды екен. Негізі білмеймін енді. Бай деп ойласа күшті ғой. Әумин сондай болып кетейік. Енді мен күпіршіліктен аулақпын. Шүкір, бәрі жақсы. Мен бір жағынан просто мынандай нәрсе болды да, қазақша юморды жасап жүрген адамдардың бірісіңдер ғой, енді бір полный каста. Бірақ біздің Қазақстанда тұрып орысша юмормен айналысатын жігіттер неге көбірек табады қазақша юмормен айналысатын жігіттерге қарағанда? Мысалы Астана стендап меніңше өте жақсы каста жасайтын сияқты. Олар біз сендермен бірге жүрген адамдар. Біздің қазақша стендап немесе қазақша әзіл неге ондай дамымаған? Өйткені мына нәрсе де бар, орыс тілді адамдар платежеспособный ғой. Элементарно стендапқа бірдеңе жасайтын болсаң, мен есімде бір стендап болды қазақша. Алғаш шығып жатқан кезім. Сонымен техничка ғой, түсіріп түсірейін деп жатқан жоқ, соны шығып бірдеңе жатыр. И бір балаларды көрдім да, сумкасынан литрлік коланың жартысы ішілген соны шығарып стаканмен ішіп отырады. Мен айтып жатқан жоқпын, ол дұрыс емес бірдеңе деп. Шығармай-ақ қой. Хотя өйткені мысалға локация беріп жатқан адамға ол просто билет сатып алып келіп біреуден көріп күліп ха-ха деп кетіп қалған керек емес, оған кухнясының өткені керек деген сияқты ғой. Орысша аудиториядағылар кішкене отырады, сұралатады. Мен іштеп жатқан жоқпын, хотя бірдеңе алып жейді, анамен бірге бір вайбта болады деген сияқты нәрселер бар. Қазақшада ондай жоқ, қазақшада яғни ақша жоқ емес, мәдениет жоқ, да? Бару мәдениеті жоқ. Бару мәдениеті жоқ аздап. Немесе бару мәдениеті де ақша да жоқ деп айтқым келеді. Ол да бар. Негізі соған айтқым келген негізінде. Сол жағы бар. Енді мен өзімнің немен көзқарасыммен көргенімді айтып жатырмын да. Сондай бір сфераларда, сондай бір стендаперлармен жүргеннен кейін, басқалармен жүріп, бәрін көрдік қой енді. Сөйтіп көріп жүрген кезде анализ жасап қарайтын болсаң, оказывается сондай нәрселер бар. Кішкене бірдеңе сатып алып жеу керек, бәне сонда деген нәрсе тұрып қалуы мүмкін миында. Или өзің осознанно біліп, шақыртып, мынандай бір салат беріңізші, или бірдеңе беріңізші деп отырып, хотя шу отырып көру дейтін нәрсе бізде жоқ. В основном жоқ. Сондықтан қазақша стендаптағылар кішкене азырақ табады дейтін нәрсе содан шығар. Ал орысша аудиториядағылар ол солармен бірге бір волнаға тез кіріп алады олар дейді. Бізде оғанға дейін анау сені күлдірмейінше мынау ғой міне сынап ше бүйтіп
не айтады екен мынау не дейтін нәрсе бар. Көзім көрген, мен стендап оқып жатқан кезде сондай нәрселер болған. Алғашқы уақыттар 2019 кезде сондай моменттерде мен сол кезде көремін, әлі бізге ютубқа кетейік. аз керек екен ғой әлі дедім да, сен қой деп ютубқа кеттік. Қазірдің өзінде ютубта да мысалға асығыс қой. Қазір мен сосын жаңа мына нәрсені байқадым, адамдар танымал болғысы келеді екен. Бұрын EAP дейтін группа бар еді, білесің бе? EAP KZ бір соған шығып кетпейінше деп жүретін ғой бұрын адамдар, ана бірдеңе. Қазір сояққа шықса қалай болса солай танымал болып кеткісі келеді да. атың шығып қалса жер өртеге кетіп қалады. Сосын енді бұл енді бір бүйтіп алып сөйлеу емес, бізде енді басында жаңа боқты сөздермен бірдеңелер болды, бірақ енді пародияларда бар деп ақтап алдық қой. Ақтап оны факт қой, сондай нәрселер болды. Бірақ сен өткенімізге қараған қаламаймын да. Сендер помнишь баяғыда боқтайтындар ғой деген нәрсе емес, қазіргімен қараса дейсің да. Қазіргімен. Неше кім қателеспейді дейтін нәрсе ғой. Меніңше ол қателік па жоқ әлде юмор ретінде қабылдап? Оны біз өзіміз енді юмор ретінде қабылдап сөйтіп ше. Біздің әкеміздің де бір боқтығын естіді, көшеде бір адамдар да болсын. Кез келген жерде. Бар нәрсе ғой. Балалардың өзі бар нәрсе ол факт. Сөйтіп жүріп, бірақ енді оны басқаша қабылдаған кісілер болды да. Менікі дұрыс деп айтып жатқан жоқпын. Факт қой енді. Бірақ бір қызығы сол жерде енді 532 қой енді бір жағынан. Актерларға ондай сын тағылмады. Тағылмады. Пародистерге сондай сын тағылып кеткен қызық болып тұр да. Негізі актерларға тағылу керек қой нәрсе. Мен көргеннен кейін біз көрдік, сондай нәрселер болды. Мен ол кезде лично бізде сұрақ болды, не боқтай береді дейтін ше. Бірінші боқтай берген. Неге машинадан тұрды да, сука дейді да. Неге дейтінен болды да ой. Неге сука? Давай онда мынандай болсын. Әдемі. Егесе боқтайықшы, естиді екен дейтін нәрсе болды да. Сөйтіп кейін енді өзіміз қараймыз да, ай дейміз. Өйткені біз қазіргідей енді бүйтіп кетеді деп ойлаған жоқпыз. Бір әшейін жаңа ал егер де боқтамаған жағдайда сенде жетер ме едіңдер бұл деңгейге? Мүмкін ондай жетпейтін шығар деп ойлаймын. Негізі сол боқтықтар ғой негізі пуш берген. Бұл біздің хоббиіміз еді ғой негізі. Біздің в основном жоқ. Біздің в основном жұмысымыз бар еді. Мысалы универде жаңа айттым ғой сондай. Бұл хобби ретінде айналысып нәрсе істегенбіз. Бір рет жасап жүр. Сөйтіп оказывается сөйтіп танылып енді боқтықпен бірдеңе болып жүр. Жарайды деп жұмыс тастаған жоқпыз. енді істеген жұмысымызды аяғынан бітіріп кетейік 25 майға істеп, одан тағы ары отчеты бар, бірдеңесін бәрін полный мен универ бітіріп кеттім. Жалғыз полный жұмысын колледждегі бітіріп, аяқтап, табыстап, өткізетін нәрсесін бәрін өткізіп кеткенбіз. Одан кейін сол хобби деп жүрген нәрсеміз наоборот бірінші орынға шықты да. Өзің жақсы көретін нәрсең. Өзің жақсы көретін нәрсең. Сосын жаңа айтпақшы жаңа сұрақ таптым ғой, бір басқа бір нәрсемен айналысу тағы қосымша дейтін. Біз жалғас екеуміз біздің Бағжанда сөз салатын несі болатын, Мэри Ми дейтін жаңа. Историялар қызық. Сол нәрсесі болады. Сөйтеді да бұл еще тағы алтын қоңыз дейді. Бір бәле бар екен ғой, бір простатиттен емдейді. Короче, бір денесі бар сондай. Сондай бірде тауып алған ғой бұл. Бұл бизнеске жақын бала да енді. Жилкасы. Иә. Сондай бір нәрсемен айналсам бірдеңе дейді. Сөйтіп енді көрсе қызарып екен. Жалғас айтамын, жалғас. Давай екеуміз там бизнеспен айналысып көрейік. Футболка сатайық деймін да. Өзіміз бірдеңемен жасап деген сияқты. Сөйтеміз да Турциядан 200 штук футболка заказ бергіземін. Келеді, сонымен жаңағы бартерға, таныстарға шығып рекламада неше түрлі нәрселер жасатып бүйтеміз да 200 футболкадан бір футболка сатамыз ғой. Қостанайға ма, Өскемен бір жерге салып жүреміз. Сонымен қой дедік, короче. Біз іштей айналысып. Қайда енді? Ол кейіннен өткенде О махаббат дейтін жоба жасадық дедім. Сол кезде келген қонақтарға тараттық. Әйтеуір бекер жатпасын, жаңағы ең ерте келген қонақ деген сияқты. Бір сыйлық қазір біреуге тегін нәрсе ешкім бермейді ғой. Просто бір сыйлық біздің атымыздан деп сөйтіп таратсақ, енді одан кейін бір бизнеспен айналысу дегенді кішкене қоя тұрдық дейсің. Қазірше. Давайте блицқа кеттік олай болса. Соңғы тез қоям, тез жауап берсең. Жайдарман ба, Байгайс па? Қайсысын болмайсыз? Данный момент, жалпы өмірде. Жалпы, иә. Біреуін таңдау керек па? Қайсысы жақын Байгайс. Тоқаев па, Назарбаев па? Екеуі де. Ақша ма, атақ па? Ақша. Жаңа Қазақстан ба, ескі Қазақстан ба? Екі уақытқа да ризамын. Все, рахмет әке келгеніңе. Көтек күшті.